Құрметті вебинар бөлмесіндегі қонақтар, әріптестер, серіктестер, барлықтарыңа сәлем. Мен бүгін сіздерге Қарағанды қаласынан жүздесіп отырмын. Бүгінгі негізгі тақырыбымыз өте үлкен, өте қомақты. Кешегі үлкен жаңалықтарды бәріңіз естіп жатырсыздар. Сондықтан барлықтарыңа айтарым, мұқият, асықпай, жақсылап тыңдап алайық. Барлықтарыңыз жақсы жүректеріңізді ашып, еркін болыңыздар. Мына бүгінгі үлкен қомақты ақпарат болады, соның бәрін сіңіріп алуға тырысыңыздар. Енді бәріміз білеміз, біздің үлкен дәрежеде, үлкен әлем бойынша біз қазір Ева Рич деген жаңа брендпен шығып отырық. Бұл өркендеу және баю дегенді білдіреді. Сондықтан барлықтарыңыз білесіз, біз қазір үлкен деңгейдегі әлемдік тұрғыда үлкен компанияға айналып отырық. Енді мен өзіме кішкене тоқталсам, есімім Батырқожа болады, фамилиям Нұрмұханов, және осы этникалық департаменттің Қазақстан бойынша мүшесі болып келем, және әлемдік жаңа экономика революция тұтынушылар қауымдастығының серіктестік бағдарламасы бойынша топ менеджері болам. Тұрақты инвестормын, мастер профидің түлегімін, және Жезқазған қаласының аймақтық кеңсесінің өкілі болып келем. Енді өзіме қысқа тоқталсам, осы бизнесті шын ақ жүрегіммен, осы өзіміздің бизнестің философиясын толық түсінгеннен кейін өзіме өте ұнайды осы бизнес. Сондықтан мен толықтай осы бизнесте жүрмін. Мені осы бизнеске шақырған өзімнің жолдас жігітім Зейнеліп Думан. Сондықтан ол жолдасыма алғысым шексіз. Енді бүгінгі тақырыпқа кірісейік. Енді барлықтарымыз білеміз, біздің өзіміздің криптовалют блокчейніміз бар. Былтыр март айынан бастап біздерде осы блокчейн қолға алынды да, қазіргі тұрғыда біз өзіміздің жеке блокчейніміз бар. Қазір барлықтарыңызда осы блокчейнге өтуде кілтті қабылдауға күтіп отырсыздар. Сондықтан осы азғантай ғана уақыт қалды. Біз қазір сол дәрежеге жетеміз. Бізде осы блокчейнге өтуге мүмкіндік туайын деп тұр. Енді жаңа блокчейн дедік қой, енді блокчейнге өткенде бізде қандай токендар біздің криптовалют блокчейнде болады. Оны бәріміз білеміз. 10 февральда біз әлемдік деңгейде өзіміздің WorldCrew токен әлемдік деңгейде сатылым айналымына алып шықтық. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз біздің WorldCrew токені бұл үлкен тексерістен өтті. Құнды қағаз бақылайтын үлкен органнан тексерістен өтіп, осы WorldCrew өзінің товарлық өзінің белгісін алып, біз қазір әлемдік деңгейде шығып отырық. Бұл дегеніміз біздің қазіргі таңда біздің WorldCrew'мыз заңды түрде заңдастырылған цифровой акция болып есептелінеді. Сондықтан қазіргі таңда осы WorldCrew алушылар олар түсінеді. Бұның артында үлкен актив тұрған, оның артында үлкен бизнес көздері тұр. Біз WorldCrew'ның мүмкіндігі бізге беретін келешекте, ол бізге дивидендтік табыс көзін береді. Және біздің үлкен жаһандық портфелімізге егер етеді. Бұл бізде алдағы уақытта 10 жыл көлемінде 45 миллиардтай біз қазір осы айналымға шығайын деп тұр. Енді екінші біздің токеніміз ол криптовалют болып келеді. Енді барлығымыз білеміз. Бұған дейін біз негізгі программамыз ашылғанда, криптовалют болып басталғанда бізде осындай белгімен шыққан. Бірақ кейін бұл белгіні алаяқтар бірнеше рет қайталағаннан кейін, одан кейін екі криптовалют биржаға шықты, қысқаша ол да кру болып аталатын болды. Сондықтан біздің компаниямыз келешекте біздің салымшыларымыз шатаспау үшін алдына бір белгі қойып, бір әріп қойып, WorldCrew қылып ауыстырған. Енді біз бұған дейін криптовалютты алып қойғаннан кейін бізге компания қандай мүмкіндік беріп отыр? Бізге осы криптовалютты WorldCrew'ға бірде-бір айырбастауға мүмкіндік беріп отыр. Енді келесі біздің токеніміз ол ONTP токен деп аталады. Бұл токен біздің техникалық блокчейн токен деп айтамыз. Блокчейн токен деп атамыз. Бұның эмиссиясы бас аяғы 8 миллиардтан асады. Сондықтан бұл тапшылық токені болып есептелінеді. Бұл ONTP токен негізгі мақсаты бұл біздің блокчейннің мүмкіндігін жоғарылату, жылдамдығын арттыру.
Сондықтан бұл техникалық токен болып есептелінеді. Екіншіден, біздің блокчейнде комиссия жоқ. Комиссия болмағаннан кейін әрбір біздің блокчейнді қолданушы осы ONTP токен алуға мәжбүр болады. Сондықтан келешекте бұл токенде бізде сұраныста болады деп отыр. Төртінші токеніміз USDU деп атаймыз. Бұл былай айтқанда сандықталған доллар, стейблкоин деп аталады. Келешекте бұның негізгі мақсаты не? Себебі біз білеміз, егер де біз бұл стейблкоин өзіміздің токенін шығармасақ, ертең блокчейнде біз басқа токендерді сатып алуға мәжбүр боламыз. Сол кезде біз басқа біреулердің бизнестерінің өсуіне, токендердің өсуіне мүмкіндік әкелеміз. Сондықтан келешекте біз өзіміздің блокчейніміз болғаннан кейін, өзіміздің келешекте биржамыз болғаннан кейін, осы өзіміздің USDU токені сұраныста болатын болады. Сондықтан бұл ешқандай басқа токендерға тәуелді болмау үшін бұл өзіміздің USDU токенін шығарып отыр. Енді негізгі тақырыпқа келейік. Бұл қазіргі таңда біз бәріміздің күтіп отырғанымыз криптомен кілтін алуды. Сондықтан қазір барлықтарыңызда мұқият тыңдап алыңыздар. Бұл жерде біз жауапкершілікпен қарауымыз керек. Неге десең, бұған дейін біз жеке кабинетпен қолданып келгенде бізде көптеген мүмкіндіктер болды. Парольдарымызды қайттан айырбастау, болмаса басқа да өзгерістер әкелу. Мына жерде бұның құндылығы және екінші қауіпсіздігі бұның. Біз бір-ақ рет қана аламыз. Оны бір-ақ рет өзімізге алғаннан кейін оны сақтап қалуға біз міндеттіміз. Сондықтан бұл жерде мұқият болуымыз керек. Бұл жерде ең бірінші кімдерге тиімді? Біріншіден біз mycrypto.com жеке кабинетінде тіркелген болу керек адамдар. Одан кейін екінші верификациядан өткен болу керек. Сол адамдар ғана бұл қолжетімді. Осы ертең біздің кіру кабинетімізге портфельді ашқан кезде бізде осындай болып көрініп тұрады. Жасыл түймеше келеді. Кілтті қолданысқа алу үшін. Кілтті генерация жасау керек деп. Сондықтан соған өтпей тұрып, бірінші біз мына жердегі валет адрес дейді, бұл біздің криптомияның адресі. 12 саннан тұратын, бірінші осыны жазып алуымыз керек. Бұл біздің криптомияның адресі болып келеді. Осыны мұқият жазып алуымыз керек. Сондықтан бұл жерде қағазға жазып алуымызға болады, немесе флешкаға көшіруге болады, немесе Word'та сақтауға болады, болмаса суретке түсіріп, қандай да бір мүмкіндіктеріңіз бар, солай осыны көшіріп алуларыңыз керек. Осыдан кейін барып, көшіріп алғаннан кейін барып, сіздер осы жасыл түймешеге басасыздар, кілтті қабылдауға алуға. Олсыз мына жердегі адресті жазып алмай, мына жаққа өте алмайсыздар. Бірінші валет адрес деп тұр ғой, бұл криптомияның адресі, осыны жазып алуыңыз керек көшіріп. Неге десең, әр адамға өзінің қолданушыға осындай криптомияның адресі келетін болады. Одан кейін барып, біз кілтті қабылдауға көшеміз. Енді келесі кілтті қабылдауға көшкенде бізде не келеді? Бізде мынандай сөздерден тұратын 12 бізде құпия фразалар келеді. Осыны біз толықтай көшіріп алуымыз керек, немесе жазып алуымыз керек. Және бұны әрбір 1, 2, 3 деп қалай келді, солайша біз теріп орнына қойымыз керек, шатаспай. Сондықтан мұқият жазып алыңыздар. Не болмаса суретке түсіріп алыңыздар, қағазға жазып аласыздар ма, мұқият болыңыздар. Осының бәрін толықтай көшіріп, және жаттап алу керек. Бірінші сөз қандай болады, екінші сөз қандай болады. Орнына қойғанда осылардың бәрін тауып қоюларыңыз керек. Міне, соларды тауып қойғаннан кейін, ана жерде тырнақша қойылады. Сіз дұрыс қойдыңыз, өттіңіз деп. Сол өткеннен кейін келесі біз секреті біраз өткеннен кейін, келесі экранға өткен кезде, біздің криптоамиянымыздың саны мынандай болып көрінбейтін болып тұрады. Және әрбір сөзді жазғанда арасына сіздер ашық қалдырып отыруларыңыз керек. Пробел деп айтамыз ғой. Әрбір сөзді толықтай қатесі жазып, арасына ашып қалдырып кетулеріңіз керек. Пробел қойып отыруларыңыз керек. Сосын келесі ашылған кезде бізде олар мынандай нүкте болып бізде көрінбей шығатын болады. Сондықтан асықпаңыздар. Бірінші толықтай көшіріп алыңыздар, жазып алыңыздар. Содан барып келесі бөлімге өтетін боласыздар.
Мына осылай толықтай мана дұрыс өткеннен кейін осындай болып бізге мына криптомияның құпия фразалары осылай болып көрініп тұрады. Содан кейін мына синк ин дегенге ғана барып көшеміз. Бұған көшкеннен кейін бізге мына жерде біз енді пин-код ойлап шығаруымыз керек. Пин-код дегеніміз не? Ол 6 саннан тұрады. Оны өздеріңізше мана қиындау қылып қоятын боласыңдар. 6 санды пин-код ойлап шығарулар керек. Соны өздеріңіз ойлап шыққаннан кейін барып мана сет пин дегенге басасыздар. Егер де дұрыс қойылған болса, біз келесі бөлімге өтеміз. Мына жерде келгенде міне біздің криптомиянымыз ашылады. Мына жерде көрдіңіздер ғой, сол жақта тұрғанда мына жерде қандай тілде болады, өздеріңізге керек тілдерге қойып алуыңызға болады. Қазақшаға қоясыз ба, немесе орысша қоясыз ба, ағылшынша қоясыз ба, өздеріңіз білесіздер. Мына жерде қандай да бір өзіңіздің мана сөйлейтін тіліңізге қоясыз. Екінші, мына жерде жаңа біз айттық қой, адрес тұр деп. Мына жерде әркімнің мына QR кодтың қасында манағы қолданушының криптомияның адресі тұрады. Мына жердегі төртбұрышты кішкентай төртбұрыштар не үшін керек? Бұлар бізді осы қандай да бір біреуге аударым жасайтын болсақ, мынаны көшіруге, мынау ыңғайлы етіп істеп қойған, қатесіз көшіруге копировать дейміз ғой. Соны копировать етіп, если біреумен алмас жасайтын болсақ, сонда өзіміздің манаға адресімізді қоямыз. Одан кейін мына жерде келесі нелері манаға енді білесіздер мына жерде. Одан кейін келетіндер манаға біздің блокчейндегі мана жылдамдықты көрсетеді, памятті көрсетеді. Так, қалай деп айтушы едік? СПУ нет дегендер мана олар біздегі осы крипто кошелектегі біздің манаға керекті, бізге память керек болса, соны алуға, сосын мана жылдамдықты көбейтуге осы жерден біз алатын боламыз. Мына жерде көріп тұрғаныңыз, біз крипто амиянға өткен кезде мына жерде біздің бәрі көрініп тұратын болады. Кру қанша бізде бар, мана балансты көрсетіп тұрады. Word кру қанша бар, ONTB қанша бар, USDU қанша бар. Мына жерде бәрін көріп отырасыздар экранда. Енді мына жерде тағы бір айта кететін, егер толықтай осы ақпаратты алу үшін бізде кабинетте жаңалық келіп тұр ғой, сол жерде осындай текстпен берілген толықтай инструкциясы бар. Қалай қолдану керек екен. Сондықтан крипто кілтті алуға асықпаңыздар. Толықтай бірінші ақпарат алып алыңыздар. Содан кейін барып асықпай істейсіздер. Неге десең, бұл өте үлкен жауапкершілікті талап етеді. Мына жерде әзіместерге сент дегенді айтайын. Сосын тағы бір айтатын, тағы бір не, мына жердегі мына экрандағыны біз айтамыз криптовалют деп айтамыз. Криптовалют деген бізге не береді? Бұл жүктеме біздің токендарды криптонет блокчейнде сақтауға, стейкингтан түскен токендардың балансын көруге, сонымен қатар табыс көздерін көруге, келешекте осыны басқаруға бізге мүмкіндік береді толықтай. Ертең осы біздің крипто кошелекпен қолданысқа үйренген кезде сіздер толықтай қолыңыздағы активтердің бәрін басқарып отырасыздар. Стейкингке қоясыздар ма? Стейкинг біз айтып отырық қой, босаған круларды ради круға қоя аламыз деп, кру үшін қоя аламыз. Одан кейін word круды конвертация жасауға, кру мен word круды бір-біріне, крудан word круға айырбастауға, сонымен қатар ONTB-ға қоя аламыз. Осының бәрін сіздер ертең өздеріңіз осы біздің криптомиян кошелекте толықтай өздеріңіз меңгеріп алып, солардың бәрін істеуге міндеттісіздер. Себебі біз бұған дейін қаншама біз өзіміздің әріптестерге көмектесіп кетсек, серіктестерге, енді келешекте сіздердің қолдарыңызда активтеріңіз уже шын ақшаға айналып жатқаннан кейін сіздердің өздеріңіз меңгеріп, криптомияның кілтін тек қана өздеріңіз ғана басқаруларыңыз керек. Басқа бөтен адамдар білмеу керек. Айттық қой, біз құпия сан келгенде 12 сөзден тұратын құпия фраза келгенде соны толықтай жазып, оны біріншіден бірнеше данамен сақтауларыңыз керек. Не болмаса үйде бірнеше жерде сақтасаңыздар, белгілі бір жерде. Болмаса өздерің жақын адамдарыңыздың біреуіне, балаларыңызға біреуіне қосымша тағы бір неде сақтауларыңыз керек.
Өткенде Марина Антоненко айтқанда, ең басты манағы қауіпсіздік ол манағы банктен ячейка алып салып қойған деп ма. Олай да істеуге болады. Себебі ертең ұмытып қалған жағдайда сіздер мына жерге қайтадан кіре алмайсыздар. Сондықтан мұқият болу керек. Енді біз қазір жаңа дәрежеге жеттік. Сондықтан қазір бәрімізге толықтай біздің бизнесімізге мұқият шын ниетімізбен қарауымыз керек. Келешекте кілттерімізді жоғалтып, ертең кіре алмай жатпайтындай бізде қолайсыз жағдай болмау үшін біз қазірден бастап меңгеріп, асықпай осыны игеруге тырысу керек. Мына жерде енді көрсетіп тұр ғой, мынаны басқанда қандай шығады. Мына жерде біздің толықтай біздің токендарды көрсетіп тұр. Бұл жерде круды көрсетіп тұр, WordCruды, OinTBны көрсетіп тұр. Мына жерде біздің адресіміз тұр. Әрбір мына жердегі түймешені басқанда сіздерге береді. Мына жерде қасындағы тұрған конверт WordCru деген ол не береді? Ол бізге круды WordCruға айырбастауға, конвертация жасауға мүмкіндік береді. Одан кейін стейкинг деп тұр мына жерде. Стейкинг дегеніміз не? Ол айтып кеттім ғой, біздің қолымыздағы токендарды біз өзіміздің жағдайымызға байланысты, өзіміздің мүмкіндігімізге байланысты, қолымызда қанша активтің саны бар, қанша босаған кіру бар, соған байланысты өзіміз финанстық жоспарлау жасауымыз керек. Егер де кімдерде көп болса, негізгі мен айтарым, кем дегенде 90% WordCruға айырбастырылу керек. Себебі бізге мүмкіндікті беретін WordCru. WordCru келешекте бізге дивидендтік табыс көзін береді, және бізді үлкен портфельге егер ететін WordCru болып есептеледі. Ең құндылық WordCruда. Круг енді бізде қазір қолымызда босап шыққандар қандай мүмкіндік береді? Ол да үлкен бізге мүмкіндік береді. Біріншіден біз оны круг үшін стейкингке қойып көбейте аламыз, қандай да бір пайызға. Екінші, біз оны OinTBға қоюымызға болады. Егер де аяқ астына қандай да бір ақша керек болатын болса, сіз кез келген уақытта оны стейкингтен шеше аласыз да, биржаға жіберіп сату арқылы сол баға сіздердің көңіліңізден шықса, сіз қандай да бір көлемде өзіңіздің ақшаңызды алуға болады. OinTB токенді біз WordCruға айырбастағаннан кейін оны стейкингке қою арқылы біз OinTB токенмен тағы табыс көзін көреміз. Ол бізде әрбір жарты секунд сайын түсіп отырады. Сондықтан кімде өте көлемді WordCru болса, бір айда үлкен көлемде OinTB токен арқылы ақша табуға да мүмкіндік береді. Себебі сол кездегі бағамен біз биржаға өткізу арқылы OinTB токенді біз фиатный ақшаға айырбастауға мүмкіндік береді. Енді USD деген ол біздің өзіміздің стейбл койн болғаннан кейін қандай да бізде ақша жүзінде операция жүретін болса, соның бәрін біз бірінші USD-ға айырбастаймыз, содан кейін барып біз басқа ақшаға аударысқа содан кейін барып өтеміз. Одан кейін мына жерде buy sell деп тұр рамда. Бұл біздің әбден үйренгеннен кейін біздің егердегі криптомиямыздағы жұмыс көлемі көбейетін болса, бізге жылдамдықпен памяттің жетпеуі мүмкін. Сондықтан біз қосымша RAM сатып алуға осы жерде сатып аламыз. Жылдамдықты өсіру үшін және күшін көбейту үшін. Мына жерде vote деп тұрған, воли. Бұл дауыс беру болып есептелінеді. Себебі біз бәріміз білеміз. Біз бұл жерде, бұл бизнесте біз бәріміз айтамыз ғой, біз үлескерміз деп. Сондықтан бізде қандай да бір шешім қабылдайтын болса, ол біз қазір акционер ретінде бәріміз дауыс беруге міндеттіміз. Себебі бізде білесіздер бәріңіз, біздегі адамдардың қолындағы қанша көлеміне қарамайды, әрбір адам бұл жерде бір дауыс болып есептелінеді. Сондықтан келешекте біз қандай да бір шешім қабылдап дауысқа қоятын болсақ, біз бәріміз бірдей сол дауыс беруге тырысуымыз керек. Неге десеңіз, әрбір шешімді бізде 70%-тен астам қандай шешімге келеміз, если 70%-дан көбісі 70%-дан аса құрам болса, сол шешімге келетін боламыз. Сондықтан бұл жерде бәрімізге де активный болу керек келешекте. Себебі біз дауыс беруге бәріміз міндеттіміз. Енді мына жерде көріп тұрғандарыңыз стейкинг деп тұрық, да? Стейкинг тұрған мына жерде көріп тұрсыздар. Кру үшін қойылады. Бұл жерде 8% көрсетілген, бұл эвенті бәріміз білеміз, да? 8%-ға қойсақ, бұл эвенті болып есептелінеді. Бұл да біз если блокчейнге өткенде бізде 4-ші айдан бастап бізге 8% босатылған кру түсіп отырады. Соның
4% бізде портфельге қосылып отырады, 4% біз босатылып, оны сатуға да мүмкіндік аламыз. Болмаса қайттан стейкингке қою арқылы да. Одан кейін біз 2 жылға қойсақ, 2,5% бар, 2,5%. Одан кейін манағы 1 жылға қойға болады, 1,8%-бен, 6 айға қойға болады, 1,5%-бен, немесе 3 айға 1,2%-бен, болмаса 1 айға да қоюларыңыз болады. Енді өздеріңіздің қолыңыздағы көлеміне байланысты, босаған криптоюниттің көлеміне байланысты, сіздер өздеріңіз жоспарлай білулеріңіз керек. Егер де жақын арада қандай да бір өздеріңіздің жоспарыңыз болса, қандай көлемде сіздер қандай уақытқа қоятындарыңызды шешесіздер. Егер де 6 айдан кейін бір қомақты бірдеме алатын болсаңыздар, сол кездегі бағаны есептейсіздер. Егер де айтайық, ол кезде $2 болады дедік, егер 10 мың қойсаңыздар, сіздер, например, 6 айға, бұл 1,5%-ға көбейеді. Сол кезде 10 мыңыз $2 көтерді дегенде $20 мың болады. $20 мың өзіңіздің жоспарлаған нәрсеңізді алуға болады. Егер де алға осы жылдың аяғында ештеңе алмайтын болсаңыздар, онда 1 жылдан ары қарай қоюларыңызға болады. 1 жыл жарым, 2 жылға дейін. Сондықтан қолыңыздағы өздеріңіз босаған круларыңызға байланысты өздеріңіз шешім қабылдап, өздеріңіз жоспарлай білулеріңіз керек. Екінші, мына жердегі круды біз ойын түбі үшін қоямыз да, стейкингта. Ол не үшін? Қандай да бір шағын көлемде сіздер ойын түбіға да қойып қоюыңызға болады. Босаған криптоюниттеріңізді. Себебі не? Мына кру үшін қойғанда біздер 1 айға қойсақ, 1 ай болмай біз оны шеше алмаймыз. 1 жылға қойсақ, 1 жыл оның мерзімі өтпей біз шеше алмаймыз. Сондықтан ойын түбі қойғанда біз кез келген уақытта шеше аламыз. Ойын түбі үшін қойып 5 минуттан кейін де шеше аламыз оны керек болса. Сондықтан қандай да бір көлемде, егер айтамыз ғой, кезекші ақша деп, аяқ астынан ақша керек болып қалса, онда қандай да бір көлемде босаған криптоюниттеріңізді ойын түбі үшін қойып қоясыздар стейкингке. Тез ақша керек болған жағдайда оны кез келген уақытта шеше аласыздар. Сондықтан өздеріңіз жоспарлай біліңіздер. Мына ворд круды екі бастан біз көп көлемде қолымыздағы криптоюниттің көп көлемін әрине ворд круға айырбастағанымыз дұрыс. Жаңа айтып кеттім ғой, ең құндылық ворд круда деп. Ол бізге портфельге ие етеді, және келешекте бізге дивидендтік табыс көзін беретін осы security токен ворд кру болып келеді. Сондықтан көп көлемдегі токендарыңызды ворд круға айырбастап, оны стейкингқа ойын түбіға қоюларыңызға мүмкіндік береді. Себебі қараңыздар, біздер 19 жылы осы бағдарлама басталғанда біз қаншама криптоюнит сатып алдық, олар бізде 330 күн бойы бізде ол босатылмай тұрды. Қазіргі кезде бір жақсысы, біз ворд круға айырбастағаннан кейін ол біздің құнды қағаз бақылау органының несі бойынша, олардың сұрауы бойынша біз алған ворд круды 365 күнге сақтауға жібереміз. Заморожен дейміз ғой, ол ешқандай ештеңе істей алмаймыз, ол 365 күнге бізге сақталуға кетеді. Сол кезде біз оны стейкинг қою арқылы, ол бізге 1 жыл бойы ойын түбі токенмен табыс көзіне келіп отырады. Сондықтан бұл жерде бұны ойлаймын, үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде ворд круды стейкингке қоямыз ради ойын түбі. Ойын түбі деген бізде білесіздер, бізде әрбір блок 5 секундта дүниеге келіп отырады. Алғашқы кезде әрбір блокта бізде 40 ойын түбі токеннен болып отырады. Осы 40 ойын түбі токен қанша адам, қанша көлемде ворд круға айырбастап стейкинг қояды, солардың бәріне қосылып отырады. Айдың аяғында қанша ойын түбі жинайсыздар, оны сатуға да сіздерде мүмкіндік бар. Келесі, міне ойын түбі токен дейді. Бұны біз аламыз, нет СПУ дейді, жылдамдық, или болмаса паметін көбейту үшін біз егерде жетіспеушілік болса, біз сатып алып отырамыз. Енді ондай мүмкіндік, мен ойлаймын, сіздерде ондай мүмкіндік болмайды деп. Себебі сіздерде қандай да бір көлемде ворд круға айырбастасаңыздар, сізде ай сайын ойын түбі токен түсіп отырады да, соның шетінен сіздер сатып аласыздар да, өздеріңізді жылдамдығыңызбен күшін көбейтесіздер. Ол сіздің операцияңыз біткеннен кейін, ол сатып алғаныңыз қайттан орнына барып отырады. Мына жерде біз айтып кеткен қолымыздағы круды, оның ішінде босамаған крумыз бар, сонымен қатар босаған круды біз ворд круға айырбастауға бізде мүмкіндік бар. Мына жердегі экранда көріп отқандарыңыз, мына жерде бәрі көрсетіліп тұр.
қалай мына айырбас болатыны. Бұл жерде мана айтып отырық қой, круды ворд круға айырбастау деп. Енді мына жерде сол айырбастың көлемі көрсетілген. Егер де сіздің қолыңызда бір крудан мана 100 круға дейін болатын болса, айырбасқа біз $1 төлейді екенбіз. Бұны біз өздігімен төлейтін боламыз. Себебі біздің мана бақылау органның сұрауы бойынша біз басында ойлағанбыз мынандай $1 айырбастаймыз деп. Қазіргі олардың несі бақылаушы органның айтуынша біз енді қазір осы айырбас кезінде USD токен сатып алуға мәжбүрміз. Егер де сізде мына жерде 1000-нан жоғары болатын болса, 10.000-ға таяу болатын болса, 10.000-ға дейінгі $2 болады. Мана айырбасқа біз комиссия төлейміз. 10.000-нан 100.000-ға жақындайтын болса, 99.999 $3 болады. Енді мына жерде 100.000-нан ары қарай асып кетсе, 1 миллионға жетсе $5. А 1 миллионнан жоғары $10 төлейміз. 10 миллионнан жоғары қарай біз айырбасқа $100-дан USD-мен комиссия төлейтін боламыз. Енді мына жерде астында көрсетіп отырған сіздердің қолыңыздағы манағы круларыңыз бар ғой, соны көрсетіп отыр. Мына жердегі мына босатылған болса, мыналар босатылмағандар. Әрқашан біз егер де ворд круға айырбастайтын болсақ, арттағы тұрғаннан бастаймыз. Уақыты көп уақыттан кейін босайтындарды біз ворд круға айырбастап, мына босаған круларымызды біз ары қарай өзіміздің мана қалауымызша мана кру үшін қоя аламыз, болмаса ойын тобы үшін қоя аламыз. Сондықтан мына жерде көрсетілгендей, бұл мана функция бізге әзірге қосылмайтын болады. Бірінші блокчейнге өтіп алғаннан кейін, крипто аймияның кілтін алғаннан кейін бар, біраз уақыттан кейін бар, мана қолымызға USD токен қолжетін болған кезде бұл функция қосылатын болады. Сондықтан асықпаңыздар. Мына жерде көрсеткен мана айырбас кезіндегі қалай айырбастайды. Мына жерде көріп отырсыздар. Алғашқы біздің круларымыз енді 330 күннен кейін 1% босатылып отырды, 6 ай бойы. Одан кейін 1,5%. Енді бізде қазір 2%-лықтар босатылып жатыр. Сондықтан сіздер өздеріңіздің финанстық жоспарыңызға бойынша өздеріңіз есептеулеріңіз керек. Мына жерде мынандай жүгірмек болады, бигунок дейміз. Сонымен жылжыту арқылы сіздер біліп отырасыздар. Егер де сіздер қолыңыздағы босаған токендарды стейкингке қоятын болсаңыздар, ойын ТП-ға немесе манағы круға, қалған босамағандарды ворд круға айырбастауларыңызға болады. Егер сіздердің жоспарыңыз бойынша мына босаған токендер қандай да бірдеме жоспарыңыз бойынша сатып алуға жетпейтін болса, қандай да бір көлемде сіздер босамаған круды қалдыруларыңызға болады. Ол өзінің мерзімімен ары қарай босатылып отыратын болады. Бұл босатылғандарды өздеріңіз қайттан кру үшін қоясыздар, немесе ойын ТП үшін қоясыздар. Қалғанын өздеріңіздің есебіңіз бойынша алып, қандай да көлемде, оны айттық қой, конверсия жасаймыз деп ворд круға айырбастап, ворд круға стейкинг қою арқылы ойын ТП-мен табыс көзін көретін боласыздар. Мына жерде көрсетілгендер, мына жерде көріп отырсыздар, босағандар, босатылып жатқандар және босатылмағандар болып келеді. Мына жерде көрсетілген. Босағандар мына жерде босатылып тұр. Бұларды өзіңіздің жоспарыңыз бойынша, қалауыңыз бойынша круға көбейту қоясыз, болмаса ойын ТП қоясыз. Мұнан босамағандарды мүмкіндігінше ворд круға айырбастап, стейкингке қойып, ойын ТП тапқандарыңыз өте тиімді болады деп ойлаймын. Енді ең бастысына келейік. Мына жерде операция берілген, сатып алу және сату деген. Мына жерде сіздер көріп тұрсыз, біздің биржаны көріп тұрсыздар. Мына жерде сату деген, мына жерде алу деген тұр. Мына жерде графикті көріп отырсыздар. Мына жерде қандай пара тұрғанын көріп тұрсыздар. Мына жерде кру, USD. Екеуінің саудаластағы сіздер график бойынша бағаларын бір-біріне деген несін біліп отырасыздар, көлемін біліп отырасыздар. Бізде қазір білесіздер, биржамыз ашылды. Мен барлықтарыңызды сол үлкен біздегі жаңалықпен құттықтағым келеді. Андрей Федорович өзі видео жіберіп, бәрімізді құттықтады. Сонымен қатар Армандты құттықтағым келеді. Өткен туған күнімен, Армандтың туған күні біздің биржада сол күні ашылды. Алғашқы күнгі сауданы білесіздер, бірден баға көтеріліп кетті, 30 центке дейін, одан кейін 40 центке дейін барды.
Одан кейін 1 доллар 80-ге көтерілді алғашқы күні. Келесі күні 1 доллардан да асып кетті, 1,10 болды. Енді мен жолда болған, бүгін Қарағандыға келе жатқан пойызда болдым. Таңертең менің бір партнерім маған WhatsApp-пен жіберіпті, түнде өте жақсы сауда болды, 4 долларға дейін көтерілді деп. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, бастамасы жаман емес. Сондықтан келешекте біздің крудың мүмкіндігі өте үлкен, өте сұраныста болады деп ойлаймын. Себебі бұндай токен әлі дүниеде шыққан жоқ, 4 бірдей мүмкіндік беретін. Енді мына жерде бізде кешегі қосылғанда басында айтып еді ғой, біз как обменник сияқты боламыз деп, кру уюздую и УНТБ уюздую. Жоқ, қазір бізде EOS бар, EOS УНТБ бар, одан кейін бізде кру УНТБ бар, одан кейін кру уюздую бар, потом біздің доллармен біздің уюздаты бар, одан кейін бізде бар УНТБ уюздую бар. Сонымен қатар бізде биткоин қосылды, эфирум қосылды. Биткоин уюздую и эфирум уюздую болып. Сондықтан мен ойлаймын, алғашқы қадамы өте жақсы деп. Неге десең, бізде 6 валютный пара сразу бірден шықты. Алғаш көрсетілген саудада жаман болған жоқ. Так, мына жерде мен сіздерге қазір мен биржаны көрсетіп жіберейін онлайн. Unity Exchange. Міне мына жерде толықтай биржаны көріп отырсыздар. Мына жерде обзор рынка жүріп жатыр. Міне қазіргі баға 0.84 юнит болып тұр. Мына жерде сауда жүріп жатыр. Мынау сауда платформасы. Бұл жерде болмаса өзіңіздің қалауыңыз бойынша сіз лимит бойынша қойып қойыңызға болады. Например, қазір мына жерде рыноктың бағасы 0.84 болып, сіз онымен сатқыңыз келмесе, 1 доллармен сататын болсаңыз, сіз мына жерде ордер ашып қойыңызға болады. Мен 1 долларға сатам деп. Егер де соған сұраныс болған кезде, 1 долларға сұраныс болған кезде, сіздің босаған круңыз өтеді. Егер қазіргі рынокта қандай баға, ол сіздің көңіліңізден шықса, осы бағамен сразу қойсаңыз, сразу сатылып кетіп жатады. Енді мына жерде көріп тұрсыздар, 0.84 болып көрсетіп тұр. Мына жерде өткен токендарды көріп тұрсыз. Мына жерде сұраныста тұрғандар бар. Жоғары қойып қойған ордерлар тұр. Неге десеңіз, мына жердегі қойылған ордерлар 84-ке бергісі келмейді. 84-ке. Мына жерде 90, 95, 97, 98, 99, 1 доллар. Егер де баға көтерілетін болса, мына ордерлар сатылымға шығады. Мына жердегі жүріп жатқандар қазіргі осы бағамен өтіп жатқандар токендар. Қандай көлемде өтті токеннің, қандай объемда өткендері. Мынау текущий сделка деп айтамыз бұны. Мына жерде сіздер графикті көріп тұрсыздар. Мына қызылдар қызыл болғанда түседі, жасыл болғанда көтеріледі. Мына жерде қазір қарасақ, 87-ге дейін барған мына жерде график бойынша. Қазіргіне 84-те тұр. Мына жерде тұр. 84-тегі қазіргі. Мынау кешегі сатылымда болған объемдарды көрсетіп тұр. Сондықтан сіздер ертең осының бәрін үйренулеріңіз керек. Мына жерде жаңа айттым, евро бар айтпақшы бізде. Уюздую евро, потом доллар уюздую бар, кру уюздую бар, потом EOS бар, и УНТБ бар. Бұлар валютный пара дейді, мына жердегі тұрғандар. Енді қазір қарап отырсақ, біздің крудың бағасы 84 болып тұрса, EOS 3.62 дейді. Біздің УНТБ қазір 3 цент болып тұр екен. Өткенде 8 центқа дейін көтерілді. Алдың күні неге десеңіз, бұл биржа болғаннан кейін сұраныс пен ұсынысқа байланысты баға әрқашанда осылай ойнап отырады. Сондықтан мына жерде мен түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Мына жерде мынау 1 минуттық уақытта тұр. Сіздер егер 1 сағаттық неде қоятын болсақ графикті, біз 1 сағатта болғанын көріңіз. Кеше 4 долларға көтерілгенін көріп тұрсыздар. Мына 1 сағаттың көлемі, 1 сағаттық біз графикқа қойып отырық. 4 долларға 3.90, 4 долларға дейін көтерілген. Көрдіңіздер ме? Кешегі көтеріліп. Мына жерде мынаның бәрі сіздерге қосымша қолданысқа келетін құралдар болып келеді. Мына жерде свечалар, қандай свеча қоятынымыз өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Болмаса мынандай график қылып та қойыңызға болады. Енді әркім қалай жұмыс істейді, өзіне қолайлы өзі таңдап алады. Маған негізі японский свеча ұнайды. Мына жерде көрсетіп тұр, кру мен уюздуюды көрсетіп тұр бағасын. Қазіргі уақытта 0.84 болып тұр. Түсінікті деп ойлаймын енді бұл жерде.
Мына жерде ертең сіздер мана открытие заявка болса, мына жерде көрініп тұратын болады. Сіз қандай заявка істегендеріңіз, одан кейін бүкіл мана өздеріңіздің саудаңыздың бүкіл тарихын көретін боласыздар. Қандай сделканың өткенін. Енді өзіміздің манаға тақырыпқа оралайық. Мына жерде міне солай көрсетілген. Мен жаңа сіздерге уже биржаның өзінен көрсеттім, мына жердегі мынау суреттегісі жаңа көріп отырсыздар ғой, мына жерде бәрі тұр. Так, келесіне өтейік. Так. Мына жерде тағы да көрсетілген покупка через квантум дейді. Начисление бонус по программе Alliance, покупка на бирже дейді мына жердегі. Мына жердегі біздің ертең мына біздің экранда бәрін көріп отыратын боламыз. Егерде қандай да бір покупка через квантум өтсе де, манағы бонустардың бізге тіркелгенін, сосын манағы биржадағы сатып алу болмаса, мана біздегі айтып отырық қой, бізде ертең не қосылады, мана P2B деп, да? P2B. Бұл манағы бір адамнан бір адамға биржаға шықпастан келісім арқылы көшіруге болады. Немесе мана біреуге сыйға беруіңізге болады. Болмаса мана ақшасына келісіп сенімді адам болса, сол келіскен бағаңызға сіз ақшасын аласыз да, соны кошелегіне салып беретін боласыз. Мана P2P дейді, бұл манағы биржасыз істелетін нелер. Мына жерде мына ескерту жазылған, айттық қой, мына бізде мына круды ворд круға айырбастау кеш қосылады деп. Ол мана біздің уездеу токен бізге қолжетімді болғаннан кейін бұл кейінірек қосылады. Толық экранға қоясыз баға? Сначала деген бассаңыз. Сначала емес, текущий слайда деген. Так, қазір мен кейінге қояйын. Сол жақта текущий слайда деген. Соны басыңыз. Міне толық экранда көріп отырсыздар. Міне айтып кеткен мынау сіздің мана криптоармияның адресі болып келеді. Мынау соны кез келген мана көшіріп, біреумен егер айырбастыңыздар, өзіңіздің кошелегіңіз бір-бірімен қойылғаннан кейін айырбас өтетін болады. Бірден қосылмайды, басқа функциялардың бәрі қосылады да, мына круды ворд круға айырбастау кешіректеу қосылады. Енді мына жердегі манағы ең үлкен бізде қандай крипто кошелектер болатын операцияларды қарайық, да. Жаңа айтып кеттік қой, біз ертең блокчейнге өткеннен кейін мана қолымыздағы активтерге байланысты қандай да бір ең көлемді несін біз ворд круға айырбастау қалдырамыз да, қолымыздағы босаған криптоюнитті манағы стейкингке қоямыз. Кру үшін қоя аламыз, ONTB үшін қоя аламыз, немесе біз кошелегімізде сақталамыз. Сақтау дегеніміз не? Сізге қазіргі баға көңіліңізден шықпаса, бағаның өсуін күтесіз де, баға көтерген кезде кошелегіңіздегіні биржа арқылы шығарып сатуыңызға болады. Болмаса келесі адаммен біреумен біреу арасындағы айырбас, P2P деп отырық қой. Сонымен админ істей бастар. Кейбір адамдарға мен ойлаймын, даже биржаға керегі жоқ. Если бір сенімді адам тапса, соған бағасына келсе айырбас істеуге болады. Болмаса ертең кімде көп көлемде бар босағандар, оларға мен ойлаймын, блокчейнге өткеннен кейін толықтай игеріп алғаннан кейін биржаға тіркеліп, биржаға саудаға шығаруға өздері үйренген дұрыс деп. Себебі бізге бәрібір осыны үйреніп, келешекте біз игеруімізге міндеттіміз. Сондықтан біз өзіміздің юниттек биржасына шығару арқылы мына жерде өзіміз ордер ашатын боламыз. Или сол кездегі баға біздің көңілімізде бірден сол бағамен сатуға бізге мүмкіндік туады. Тез өткізу үшін, болмаса көтеріңкі баға қойып қойсақ, баға өсіп соған жеткен кезде біздің ордерлар іске қосылып, біздің кошелегімізге айырбастан түскен ақша түсіп отыратын болады. Оны кейін біз айтып отырық қой, бізде қазір оғанда жетеміз, төлем жүйесі туралы. Мына жердегі біздің қандай мүмкіндікке жететін, бізге круг токеннің қандай мүмкіндік беретінін көріп тұрық. Енді біз бәріміз білеміз. Бізде кру бар бұл біздегі утилити токен обмен деп аталады. Одан
Word құру бар бізде. Бұл манағы общий толық эмиссиясы 80 миллиард деп атаймыз. Бізде қазір 45 миллиардтай қалып отыр да, келешекте бізге сатылымға түсетін. Бұл мана бізге портфельге егер ететін және келешекте дивиденд табыс көзін беретін security токен, осы ең құнды біздің мана токеніміз болып есептеледі. Одан кейін мана ONTP токеніміз, бұл манағы блокчейн токені, бұл бізге манағы бұл да табыс көзін береді және біздің манағы криптомияда бізге жұмыс істеуге үлкен мүмкіндіктер беріп отырады. Мана жылдамдығымызды көбейтуге, немесе мана біздің блокчейннің мана күшін көбейтіп отырады. Себебі біз ертең Word құруды стейкингке қою арқылы біз өзіміздің блокчейнге дем беріп отырамыз, күш беріп отырамыз. Неғұрлым біз көп болатын болсақ, мана сол кездегі ONTP токен дүниеге келіп отқан, ол біздің мана блокчейннің жұмыс істеу қабілеттілігін арттырып отырады. Одан кейін келесі 4-ші токен біздегі бұл манағы USD деп, бұл біздің манағы енді цифрланған ақша болып есептелінеді. Мына жерде сіздер көріп отқан мына Unitech Exchange, бұл біздің өзіміздің биржа. Енді мен бұл жерде қосымша тағы айта кететінім, егер біз мана қазіргі крипто жүйесіндегі қазіргі таңдағы криптовалюталардың мана ең топқа кіргендерін қарасақ, олар немесе өзінің манағы блокчейнде шыққан, немесе өздерінің мана биржасында шыққан токендар мана алдағы орында алады. Енді біз қазіргі таңда біз қандай жүйемен шығып, біз өзіміздің блокчейнге көшіп отырық. Одан кейін өзіміздің биржа арқылы біз шыға аламыз. Және біздің бұл жердегі төлем жүйесі өзіміздікі болып отыр. Сондықтан келешекте біздің токендардың болашағы өте үлкен. Сондықтан осы кезден бастап жақсылап меңгеріп түсінгендеріңіз жақсы болады. Енді мына жердегі сіздер біліп отырсыздар, біздің өзіміздің негізгі жоба CryptoNet бағдарламасы болып келеді. CryptoNet бағдарламасы бұл біздің манағы Everidge брендке кіреді. Бұл сондағы бір манағы біздің бизнес көзінің бірі болып келеді. Екінші, біздің бизнеске қатысы жоқ. Екінші бір біздегі компания бұл манағы UGP Group компаниясы. UGP Group компаниясы дегеніміз бұл не? Бұл манағы Швейцарияда тіркелген, соны манағы заң арқылы өткен. Бұл компанияның негізгі мүмкіндігі, бұл мана келешекте Word құруды әлемдік деңгейде сату мүмкіндігі. Себебі осы UGP компания ғана біздің Word құру токенді ғана сата алады. Басқа ешкім сата алмайды. Сондықтан қазіргі сіздер бәріңіз білесіздер, 10 ақпанда біз дүниежүзі бойынша жариялап, біз манағы сыртқы айналымға өзіміздің мана Word құруымызды заңды түрде заңдастырып, тексерістен өтіп, қазір цифрланған акция ретінде біз сатып жатырмыз. Біздің манағы келешекте мана Word құру бізде 1 жылдан кейін босағаннан кейін оның құндылығы өте жоғары болады. Және бұл мана қандай да бір болмаса қандай инвесторлар болатын, олар ертең біздің осы токенді зерттеу арқылы оның мүмкіндігін көре алады. Себебі бұның артында үлкен экономика тұр, бизнес көздері тұр. Келешекте әрбір бизнес көзі дамып табысқа шығарғанда әркімге манағы табыс көзін әкелетін болады. Міне біздің енді UGP Group'тың енді мана айттық қой, бұл біздің манағы Швейцарияда тіркелген үлкен компаниямыз, ол манағы біздің нені Word құруды сатады деп дүниежүзі бойынша. Енді екінші бір қуанышты хабар, бұл біздің манағы төлем жүйесі. Global Unit деген бұл да Швейцарияда тіркелген манағы евро стандартпен ашылып жатқан манағы банк жүйесі десе, төлем жүйесі десек те болады. Себебі мына келешекте бұл қандай бізге мүмкіндіктер береді. Біз өзіміздің төлем жүйесі арқылы қандай да бір манағы мүмкіндікті төлеуге, товар болсын, қандай да бір мана бизнес көздер болсын, тағы қосымша инвестиция болсын, соларды осы төлем жүйесі арқылы төлеуге болады. Келешекте өзіміздің табыс көздерін осы төлем жүйесі арқылы біз өзімізге шығара аламыз. Себебі осы Global Unit арқылы біз ертең өзіміздің керекті манағы карталарымызды, банк карталарын қолымызға қолжетімді ете аламыз. Енді мына жерде көрсетілген біздің манағы UGP кабинетке кіретін мына жерде кіру несі тұр. Ол кезде қазіргі таңда бізде сақталған өзіміздің бұрынғы логинмен, парольмен кіре аламыз. Бұл жерде тек қана Word құру сатылатын болады. Енді кеше 28 күні бітті, кімде-кім Word құру тікелей сатып алды. Қосымша 35% манағы алғашқы манағы
старт болғаннан кейін бізге компания сондай мүмкіндік берді. Қандай да бір біз сатып алатын болсақ, оған 35% қосымша беріп отырды. Енді мен өз басымды алсам, мен өзім де сатып алдым, және менің группамдағы көп адамдардың бәріне мен алғыздым. $50 болса да, $100 да болса да, бәрі де менде алды. Сондықтан бұны мана өзіміздің бізде мана әлі тіркеуден өтпегеннен кейін Global UnitPay жүйесінен біз манаға бүкіл әлем бойынша Visa Master картасымен төледік. Бұл жерде банктың 6,5% манаға ұстап қалатыны бар. А келешекте біз өзіміздің төлем жүйесіне көшкен кезде біздің манаға төлем кезіндегі пайызы өте арзан болады. Манаға біздің төлем жүйесіне өту үшін біз кабинет арқылы өтеміз, UGP кабинет арқылы. Енді өткенде барлықтарыңыз көрген шығарсыздар, кабинет арқылы біз өткенде манаға осы Global UnitPay жүйесіне біз тіркелім басталған. Мына жерде бізде айтылған қандай төлем жүйесінде қандай операциялар біздің клиенттерге қолжетімді деп. Енді біздің негізгі мақсаты бұл жердегі бұл өте үлкен платформа. Бұл блокчейн основасында. Сосын тағы бір айта кететінім, өткенде сіздер кімде-кім WorldCrew сатып алғанда, банковский Visa Master картамен біздегі квантум системасы бар бізде. Ол да біздің бизнес 50% біздік болып есептелінеді. Бұл квантум системасы келешекте өте бір жақсы бизнес көзі болады. Себебі не? Кеше біз төлем істеген кезде бізге уақытша крипто кошелек берді, криптоамиян. И бізді биткоин сатып алып барып, оны бізді долларға айналдырып кабинетке салып беріп отырды. Себебі бұл квантум системасы өзінің ішкі жүйесінде қандай да бір криптовалюта болсын, қандай да бір валюта болсын, мгновенно тез арада айырбас істеп бере алады. Бұл өте келешектегі үлкен жобаның бірі болып есептелінеді. И бұл жердегі мүмкіндік өте үлкен толықтай техникалық үлкен бұл жерде бүкіл бізге жағдай жасалады. Бұл жерде фиатный ақша дейміз ғой, фиатный валют дегеніміз, ол тірі ақшаларды бізге айырбас істеуге, оларды аударым істеуге, немесе қандай да бір басқа ақшаға айырбас істеуге бізге өте үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл жерде криптовалютаға да айырбас істеуге мүмкіндік береді. Және бұл жердегі крипто айырбас дейміз ғой, сатып алуымызға да, криптоны сатуымызға да болады, және тірі ақшаны криптоға айырбастап, және биржадан сырттағы активтерді бізге сатып алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қымбат металдарды сатып алуға және сатуға мүмкіндіктер береді. Енді бұл келешегі бұның өте үлкен. Егер қазір жақсы Дауысыңыз естілмей қалды. Сіздің интернетіңізден ба дауысыңыз естілмей қалды? Қайталап жіберсеңіз, сіздің интернетіңіз әлсіз деп шықты ғой. Мен естілем бе екен? Енді естілді. Естілді ма? Аха, не, слайдыңыз жоғалып кетті деймін. Слайдтарыңыз жоғалып кетті деймін, қайтадан демонстрацияны басыңыз.
Жоқ, шықпай қалды даусыңыз. Көрінбей тұр, иә? Мен өзім көріп отырмын. Енді өтіңізші өзіңізге. Қайтадан басынан бастап. Мүлде шығып кеттіңіз ғой. Бұл кісінің интернет үзіліп кетті ау деймін. Басқа қонақтамын деп еді жаңа. Кішкене күтейік, қосылып қалар. Өткенде барлықтарыңыз манағы осы жерден регистрация жасап, мана өттіңіздер де. Бұл жерде толықтай өздеріңіз манағы логиндарыңызды тіркедіңіздер. Жаңадан логин ойлап шығардыңыздар, ең қиын логин не болу керек, пароль болу керек айтпақшы. Сосын логинға біз өзіміздің кабинеттегі почтамыздың қандай электронный почта тіркелген, соны жаздық да. Сосын бұл жерде веб-камераға алдында тұрамыз, тіке қараймыз, солға оңға қарап өттіңіздер. Бұл жердегі ең бастысы қазіргі документ бойынша бұл жерде тек қана шетелдік паспорт қана керек болатын болады. Именно загран паспорт керек болатын болады. Өткенде алғашқы уақытта кімдер Қазақстанның удостоверениесіне өткендер, куәлігімен өткендердің көбісіне өтпеді деп қайтып келді. Сондықтан оларға қайттан загран паспорт алып, қайттан өту керек болады. Так, мына жерде мен тоқталып кеттім, мынаған тоқталмаймын. Примерді бұнда айтып кеттім, қандай да. Тек мына жердегі мен қосымша айтарым, біз ертең өзіміздің қолымыздағы Word құруға айырбастаған кезде ойын тобаға стейкингке қоямыз. Сосын тағы бір мен айта кететінім, өткенде кімде-кім транспортта болды, соларға сыйға Алло, тағы да даусыңыз шықпай қалды. Қатып қалдыңыз. Өкінішке орай тағы да үзіліп кетті, техникалық ақауларға байланысты. Тағы күте тұрайық 1-2 минут. Так, стейкингті білеміз. Мына жердегі бәріміз білеміз, да? Айырбасты, кру, USDU, UNTP, USDU, одан кейін USDU'ді
USDT-га айырбастаймыз. Бұл манағы биржада істелінетін нәрселер, сондықтан мен көп тоқталмаймын. Дорожный карта барлықтарыңыз да білесіздер. Мына жердегі манағы круды сатқан кездегі қандай мүмкіндіктер бар екенін бәрін білесіздер. Қазір биржада бізде қосымша валютный пара шыққанға байланысты сіздер мана эфирімге де биткоинға да айырбастауларыңызға болады. Болмаса доллар мен евро да бар, соған да айырбастауларыңызға болады. Немесе манағы біз биржаға қандай да бір ақша салсақ, оны манағы USD сатып алып, басқа кру немесе UNTP сатып алуға да мүмкіндік туып отырады. Так, налоговый жайында барлықтарыңыз да білесіздер. Қазір соңғы кезде бізде налог жайында көп мағлұматтар беріп жатыр. Келесі жылға біз дайын болуымыз керек. Қандай да бір биыл көлемде ақша шығаратын болсақ, біз манағы салық жүйесімен келісіп, сондағы қандай бізге тиімді жағдайларын бәрін біліп, келешекте біз толықтай таза салық төлеуіміз керек. Бірінші күннен бастап біз неғұрлым таза болсақ, келешегіміз өте жарқын болады. Мына жерде көрсетілгені манағы бізге осы интернет жүйесіндегі именно крипто жүйесіндегі қандай да бір операция отчеттар істелетін болса, сол налог бойынша осы жүйені сервисті қолдану арқылы біз келешекте өзіміздің манағы қандай көлемде бізде операциялар жасалған арқылы салық алдында отчет істеуге бізге көмек беретін мына сайттарды көрсетіп отыр интернет жүйесіндегі. Бұл жерде бірнеше сервис бар, осындай бізге келешекте налог төлегенде көмектесе алатын. Соның ішіндегі мен тоқталатын CoinTracking деген инфо деген осыны өткенде Марина Антоненко айтты, бұл жерде Россия бар деп. Сондықтан бұл ойлаймын біздің СНГ мемлекетіне келеді деп. Осы сервисті келешекте қолдану арқылы біз осы крипто жүйесіндегі өзімізге салық алдындағы біз есеп бере аламыз. Осы сервис жүйесін қолдану арқылы. Енді мына жердегі көріп отырсыздар WorkCrew'дың жіберілгені туралы, және рассрочка жайында. Қазір бізде 18 январдан бастап VIP-клубқа алдында бізде жеңілдіктер беріліп отырды ғой, льготный период дейді. Бізге компания айдан айға бізге ұзартып отыр. Неге десең, көпшілігіне VIP-клубты төлеу керек болмаған. Но қазіргі таңда біз үлкен деңгейге жеттік. Сондықтан біздерде өзіміз кәсіпкер ретінде, бизнесмен ретінде өсуіміз керек. Сондықтан бұған жақсы қарауымыз керек. Қазір бізде тоқтады ол жеңілдіктер. Сондықтан кімде-кім бөліп төлеу ойыптар қалған болса, келешекте VIP-клуб төлемесе, оны төлемді жалғастыра алмайды. Және VIP-клуб алдында біз кімде босаған токендер ма, стейкингтер қою үшін қойып жүрген, сол адамдарға тиімді болған. Басқалары оны VIP-клуб төлемесе де өздерінің бөліп төлейтін ойыптарын төлеп жүрген. Қазір ол мүмкіндіктер тоқталды. Сондықтан біз барлықтарымыз кімде бөліп төлейтін тағы төлемдері қалса, соны VIP-клуб төлеу арқылы ғана төлей аласыздар. Тағы қосымша айтатын VIP-клуб кеше жаңалықтар келді ғой. Кімде-кім қазір VIP төленген болса, қазір крипто әмиян кілтін қабылдайтындарға бірінші, сол VIP-клуб төленгендерге бірінші келеді деп. Себебі компания әрқашанда өзінің лояльный клиенттерін, адал клиенттерін бағалап отырады. Так. Мына жердегі енді стейкингке қойғандардың үстінен келетін крулар жайында айтылып жатыр, толық көлемде толық айға төленеді деп. Өткендегі бұл ашылған квантум жүйесін айтып отыр. Бізге осы квантум жүйесі қазір Visa, MasterCard арқылы криптовалюта сатып алып, біздің өзіміздің UJP кабинетіндегі кошелекке долларлай ақша салуға мүмкіндік беріп отыр. Бұл жерде 8.000 долларға дейін өткізе аламыз, тез арада түседі, бірақ пайыздық көлемде 6,5% осы жерде ұстап қалатын комиссиясы бар. Енді біз өзіміздің негізгі бизнеске көшейік. Біздің негізгі бизнесіміз, айттық қой, біз үлкен брендпен әлемдік деңгейде шығып отырық деп, Evarich деп. Evarich-ке бізге не кіреді? Бұл Evarich дегеніміз негізі бұл многоуровневый крауд инвестинг деп айтамыз. Көп деңгейлі
манағы крауд инвестиция деп айтамыз. Крауд деген сөздің өзі көпшілік деген мағына береді. Себебі біз көпшілік болып микроинвестиция арқылы біз егер болып отырық. Және бұл компания бізде манағы тіке айтады ғой, ассоциация прямых продаж дейді, манағы ассоциация тікелей сату несі ассоциацияда біз әлем бойынша бірінші болып тіркелген мына көп деңгейлі крауд инвестор болып тіркелдік. Себебі біз білеміз, көптеген многоуровневый бизнестер, манағы сетевой деп атаймыз ғой, мультилевел маркетинг, да, олардың бәрі манағы ассоциация прямых продажда тіркелгендер. Бізде былтыр тіркеліп, бірақ біз соның ішіндегі біз многоуровневый көп деңгейлі крауд инвестинг болып тіркелдік. Себебі біздің негізгі артықшылығымыз мультилевел маркетингтен. Біз сол мультилевел маркетинг жүйесі мен инвестициясы жүйесі бірігу арқылы біз көп деңгейлі крауд инвестинг болып құрылып отырық. Сол біздің манағы Everidge компаниясы біздің манағы портфелімізде қандай бизнес көзі бар, соның бәріне бізге қолжетімді қылып отыр. Енді бізде негізгі несі проекті стратегия жағындағы проекттер бар, олар аталады манағы біз білеміз манағы жеке инвестор академиясы деп, да, бұл бізде оқу құралдарын береді, үлкен мүмкіндік береді. Келешектегі оның мүмкіндігі өте үлкен. Өткенде естідіңіздер, жаңалықтар бойынша негізгі биылғы жылға біздің қойып отырған мақсатымыз осы біздің оқу жүйесін үлкен деңгейде біз манағы Американың NASDAQ биржасына шығарамыз деп отырық, IPO-ға. Енді Everidge жаңа біз айтып кеттік қой, бұл манағы көп деңгейлегі крауд инвестинг мүмкіндігі біздің осы компаниямызда қандай бизнес бар, соған бәрін қолжетімді етеді. Сосын манағы бізде тағы бір қуантарлық жағдай Gene Agro-Finance дейді, манағы финанс данышпаны ойыны, да. Бұл да бізде коробочный версия шықты, көптеген адамдар бізде алды. Сонымен қатар онлайн версиясы да шыққалы жатыр. Сосын өзіміздің негізгі манағы бағдарламамыз криптоинвестті, бәріңіз білесіздер. Енді бұл жерде келесі айтып кететін манағы юридический полис деп атырық. Ол да жақын арада бізге осы іске қосылайын деп тұр. Және манағы UGM бизнесті. UGM бизнесін білеміз бәріміз. Бұл үлкен платформа сауда жүйесіндегі, бұл манағы кәсіпкерлер мен тұтынушылар арасындағы бір бірлестік. Екі жаққа да тиімді бизнес көзін ашайын деп отыр. Келесі манағы цифровой гарантия деген, бұл да бізде келешекте іске қосылады. Сонымен қатар бізде инвестицияда білесіздер. Енді бізде негізгі проекті, біздің негізгі жоба, инвестициялық жоба болғандан кейін, біздер алғашқы осы криптоинвест бағдарламасы іске қосылғанда, біз көп көлемдегі ақшаның бәрін біз негізгі бизнес көздеріне салдық. Оның ішіндегі ең көлемді бұл манаға Орал алтыны болып есептелінеді. Одан кейін мана бізде алмаз бизнесі бар, оны білесіздер. Одан кейін бізде базальт бар. Базальт уже базальт Гданскіде бізде показательный фабрика ашылып, қазір өнімдер шығарып жатыр. Одан кейін манағы UGP-ді білесіздер. Бұл мана біздің WordCrowd сататын швейцарский компания. Одан кейін биржа бар бізде өзіміздің. Өзіміздің блокчейн бар. Edu-Cafe бар. Бұның бәрі бизнес көздері келешекте бізге үлкен табыс қазына келеді деп отырық. Себебі біздің портфельдегі бизнес көздерін білесіздер, кейбір бизнес көздері біраз уақыт біз күтуіміз керек болады, кейбір бизнес көздері жақын арада келетін болады. Соның ішінде біздің портфелімізде тағы бір бизнес көзі, біз қазір көп көлемде ақшаны ликвидный бизнес дейміз, тез арада ақша келетін бизнес көздеріне салып жатыр. Олар бізде фондовый рынок, валютный рынок, криптовалютный рынок деп атаймыз. Оған да ақша салып жатырық. Соның ішіндегі біздің компанияның негізгі биылғы жоспары үлкен табыс көзі қайдан келеді деген, ол өткенде Анатолий Хавратов мырза айтып кетті. Бұл финтех направление деп отырық. Бұл біздің биржа, төлем жүйесі және блокчейн. Себебі блокчейн ертең біз қандай да компания біздің блокчейнде өзінің токендарын шығаратын болса, ол да қосымша табыс көзі болып есептеледі. Или қандай да бір өзінің информацияны сақтайтын болса, біздің блокчейнде оның бәрі бізге қосымша табыс көзіне келеді. Биржаны бәріңіз де білесіздер, ол күн сайын 7 күн 24 сағат айналымда тұратын нәрсе. Сол түскен табыс айналымы үлкен айналымнан, ақша айналымынан бізге пайыздық көлемде ақша түсетін болады. Сонымен қатар төлем жүйесінде де ертең ол жерде ақша салынады, ақша шығарылады, оның бәрі күнделікті ақшалық үлкен көлемдегі объем болып есептелінеді. Оның бәрінен келешекте бізде табыс көзі қарастырылып отыр. Сондықтан бұл жерде портфельдегі бизнес көздерін мұқият болып зерттеңіздер.
Мына жердегі манағы көрсетіліп кеткен картадан картаға ақша аударылу, мен көп тоқталмаймын бұл жерде де. Келесі біздің тағы бір айтып кететінім, мына жерде қосымша бұл жердегі айтып кететінім, мына қазір Globe UnitPay төлем жүйесіне адамдар тіркеліп жатыр ғой, регистрация өтіп. Сонда көбісі қайтып келіп жатыр. Көбісінің аттары дұрыс жазылмауы мүмкін, документтер дұрыс болмауы мүмкін, бәрін тексеру керек. Сосын пропискалар загрузкасы дұрыс болмауы мүмкін, инструкция дұрыс болмауы мүмкін. Соның бәрін толықтай қараңыздар. Сосын негізгі қазақстандықтарға айтатыным, қазіргі таңда тек қана загранпаспортпен ғана осы төлем жүйесіне тіркелуден өтуге тек қана загранпаспортпен ғана өте аламыз. Сондықтан бәріне мұқият болыңыздар, бәрін тексеріп, қандай да бір қателіктер болса, соның салдарынан да өтпей жатыр. Екінші жағынан көп адамда бір мезгілде ұсыныс берудің арқасында тексеріс үлгермей жатыр. Себебі бұл жерде европалық стандарт болғаннан кейін әрбір адамның, әрбір тұлғаны толықтай тексерістен өткізіп отырады. Даже кейбір адамдарға қандай да бір күдік туатын болса, сотталмаған туралы қосымша анықтама қағаздарды сұрап жатыр. Сондықтан бұл жерде көптеген неде дайын болу керек та, көп кешігудің себебі осыдан болып отыр. Кейін келешекте адамдардың ұсыныс беру азайғаннан кейін бұл тез арада тіркелім тез арада өтетін болады. Енді өте кешірім сұраймын, қайта интернет шығып кетіп жатты. Мен басқа адам болғаннан кейін бұл жерде интернет осылай екен. Кейбірде осылай кетіп қалады екен. Енді сұрақтарыңыз болса, мен жауап берейін. Так, сұрақтарыңызды ашып қойайын. Так, элит клуб 100 төлегенде бір жылға төледік. Келер жылы бағасы көтеріліп кетпей ме дейді. Енді бұл жерде қазір кімде-кім бірінші, екінші этапта $100 деп отырмыз да, элит клубтың төлемі. Элит клуб бізге не береді? Қазіргі таңда егер $1000 жоғары WorldCrew сатып алатын болсақ, содан бастап жеңілдіктер береді. Но бұл жерде келешекте де осы элит клубқа кіргендерге басқа да қандай да бір компания ұсыныстар жасаса, сол жерден мүмкіндіктер беруі мүмкін. Сондықтан төлеп қойғандарыңыз өте дұрыс. Сіздер бір жыл бойына бір рет төлеп қоясыздар. VIP клубты біз төлегенде бір ай мерзімінде болатын болса, мына жерде сіз бір жыл мерзімінде осы элит клубта боласыздар. Биржа тоқтап қалмай ма дейді. Енді биржа бәрі ойдағыдай болса, тоқтамауға тиіс. Себебі біз өткенде техникалық аудиттан өттік. Сол кезде көп өз жерде биржа бойынша бізде көп замечание болған жоқ. Екі-ақ қана кішкентай замечание болды. Сондықтан біздің биржа тоқтамайды деп ойлаймын. Ары қарай жақсы жұмыс істеп кету керек. Себебі біз үлкен тексерістен өтіп отырмыз. Транспорт туралы не айтар едіңіз дейді. Транспорт сіздер Skyway технологиясын айтып отқанша, транспортты интернеттен қарап отырыңыздар. Транспорт қазіргі таңда өте қарқынды дамып жатыр. Соңғы жаңалықтар өте қуантарлық. Өткенде Шаржаның радиостанциясында не берілді, эфирға шықты. Одан кейін де көптеген жаңалықтар келді. Қазіргі таңда менің білуімше кем дегенде 3 адрестік жоба қолға алынып жатыр. Соның ішіндегі бір жоба, ол жүк тасу болса, қалалық транспортта салынғалы жатыр. Толықтай негізгі несі бойынша 2000 километрден асып кетеді. Вьетнамда да қарастырылып отыр. Так, дата майнинг жайына не болып жатыр, түспей жатыр дейді. Енді бұл жерде шыдам керек қой, компания қандай да бір өзіне жауапкершілік алды ма, әрқашанда орында отыр. Сондықтан сіздерде ешқандай сенімсіздік болмау керек. Неге десең, қазіргі қайтарған адамдардың бәрін тексеріліп, бәрі біткеннен кейін барып, ол түсірілу керек. Так. Крулды, WorldCrewға айырбастаушы USD-ді қайда салып қою керек дейді. Енді бұл жерде ертең бұны сіз өзіңіздің крипто амияныңызға саласыз ғой. Биржадан сатып аласыз, болмаса осы соңғы неде бір ұсыныс бар, келесі айдың бізге адалдық табыс көзі USD-мен түсуі мүмкін. Барлықтарына мүмкіндік беру үшін USD-мен салып беру керек.
Сол жерден алатын боламыз. Биржада сатқан WordCrew токенді қалай обналичить етіп алуға болады? Биржада WordCrew сатылмайды. WordCrew токен UGP кабинетінде ғана сатылады. Жаңа ғана айтып кеттім ғой, USDU'ды біз ертең манағы биржаға өткеннен кейін, сіздер егер блокчейнға өткеннен кейін биржаға тіркелетін болсаңыздар, биржадан USDU'ды сатып алуыңызға болады. Биржа дегеніміз не? Сіздің биржа кошелегіңізден ертең сатып алғанда сіздің криптоайманыңызға келіп түседі ғой. Криптоайман уже блокчейнде көрсетіліп тұрады. Сол жерден сіз криптоайманнан манағы WordCrew'ға айырбастағанда комиссия төленетін болады. Енді датамайны қайтарылым құру қашан дейді? Енді компания өзіне міндеттеме алды ғой, сондықтан кішкене шыдайық. Компания әлі айтқан сөзінен қайтқан емес, қандай да бірге бізге айтылған бәрін компания істеп қалатыр осы уақытқа шейін. Сондықтан менде ешқандай күдік жоқ. Так, виртуальный карта сатып ала алмай отырмын, бірақ платежный системада өт. Енді бұл жерде айна мен өзім айта алмаймын, өзім виртуальный карта заказ бергеннен кейін сіздің сұрағыңызға толықтай жауап бере алмаймын. Бірақ компанияда официальный әлі не болған жоқ, жаңалық болған жоқ, виртуальный карта алуға болады деген. Ол функция қосылды ма, қосылмады ма, мен толық айта алмаймын. Шешілген круды қалай сатамыз биржада? Енді бұл жерде әлі сіз ертең криптоайманыңызды алмайсыз ба? Содан кейін биржаға тіркелген кезде сіз биржаға шығару арқылы, мана айттым ғой, сіздер ордер ашасыз да, қандай да бір көлемде сіз биржаға алып шығасыз да, шу жердегі бағамен сіз сата аласыз. Аяулым жазыпты, үйгейін жағдайын қазақ тілінде вебинар өткізіңдер. Енді компанияға ұсыныс жасаймыз, қазақ тілінде негізі өткізіліп жатқан сияқты. Так, блокчейнге өткенде криптоинвест кабинет қала ма дейді. Әрине қалады. Криптоинвест кабинет қала береді пока. Биржаның сайты қайсы дейді. Unitech Exchange деп ашсаңыз, любой браузерден біздің компания ашылады. Так, биржадағы және жеке кабинеттегі электрон. Бұл жерде биржада электронный почтадан бөлек болған дұрыс. Кабинеттегі, өзіңіздің жеке кабинеттегі электронный почтамен Global Unit Pay'дағы электронный почтаңыз бірдей болғаны дұрыс. Биржаға бөлек, бізде даже өткенде ұсыныс болды, бөлек электронный почта ашыңыздар деп. Гүлдана, мен пока YouTube'да ондай сабақ беретін сайтымды ашқан жоқпын, но келешекте планда бар. Так, виртуальный картаға заказ беріп қойдық, бір айда қанша ақша шығаруға болады? Жаңа мен айтып кеттім ғой, ол жерде қанша екен, так, толықтай есімде жоқ, виртуальный картада, ол жерде манағы бір айлық лимит болады. Енді бөлек электронный почта неліктен дейді? Бұл жерде енді қауіпсіздік жағынан ғой, қауіпсіздік жағынан. Мына жерде әлия жазыпты 5000 деп, $5000 дейін виртуальный карта шығаруға болады. Бұл жердегі сіз өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ойлауыңыз керек қой, сондықтан мана биржада басқа электронный почта болғаны дұрыс деп есептейді. WordCrew әрине аласыздар. Сатылым жүріп жатыр, 35% тоқтаған шығар, бұлай сатып ала бересіздер. Үйген жайында жалпақ тілмен түсіндіріңізші. Енді бұл жерде, ол жерінде мынау негізгі біздің бүгінгі тақырып блокчейн, биржа төлем жүйесі болғаннан кейін үйгейінді мен қысқаша ғана айта аламын. Бұл үлкен жоба, манағы кәсіпкер мен тұтынушы арасындағы бір өте бірлестік. Себебі бұл жердегі осы жүйеге кірген кәсіпкер де, тұтынушы да екеуі де ұтыста ғана болады. Сондықтан оны өзіңіз кабинет арқылы зерттеп көріңіздер, сабақтар бәрі бар, но үйгенің болашағы өте үлкен.
Енді ләззат өзіңіз білесіз, егер өзіңіз почтаны, сол почтаны қолдансаңыз қолданыңыз. Бірақ бұл жерде әр жүйеде бөлек-бөлек электронный почта болғаны дұрыс деп ойлаймын, қауіпсіздік үшін. Юнитекке қалай регистрация жасаймыз дейді. Юнитекке бізде ертең инструкциясы негізі бар, бірақ сіз өзіңіздің үстіңіздегі адамнан ссылка күткеніңіз дұрыс. Шақырған адамның ссылкасы арқылы тіркелгеніңіз дұрыс болады деп ойлаймын. Дәл қазір вкру не береді дейді Светлана. Но вкру дегеніміз біздің негізгі, біздің ең басты токеніміз болып есептелінеді. Ол манағы security токен болғаннан кейін ол дивидендтік табыс көзін береді келешекте бізге. Ол бізге портфельге егер етеді. Сондықтан қазір алсаңыз, сіз оны стейкингке қойғанда ONTP токенмен де табыс көзін көресіз. Бір жыл мана 360 күн ол сақталуда болғанмен сізге бір жыл бойы табыс көзін әкеліп отырады. Босаған кіруді қайсы техника қойған дұрыс. Енді бұл жерде өзіңіз мана жоспарыңыз бойынша шешуіңіз керек. Өзіңізде финанстық жоспар болу керек. Егер қолыңызда көп болса, қандай уақытта қандай бір сатып алатын нәрсеңіз болса, соған жоспарлап қоюыңыз керек. Кіруға да қойған, негізгі кіруға көбейтуге қойғанда тиімді. Word кіруға манағы UNTB-ға Word кіруді қойып қойған дұрыс. Әрине, Global UnitPay'ды өзің үшін қолданасыз, бұл өзіміздің компаниянікі. Басқада кошелекті қолдануыңызға болады. Но бірақ Global UnitPay'да сіз егерсіз ғой. Ертең оның айналымынан сіз табыс көзін көресіз. Сондықтан өзіңіз шешесіз, қай жүйені қолданасыз. Так, биржаға тіркеліп қойды, енді оны ауыстыруға бола ма дейді. Түсінбедім сұраққа. Дивиденд қашаннан бастап төленуі мүмкін дейді. Енді бұл жерде Айжарқын, бізде негізгі бұл жерде бизнес ретінде қарауың керек. Бізде март айында 2 ай болады. Но негізгі біздің бизнес көзіндегі 80% ол біздің манағы традиционный бизнес көздері. Себебі бұл жерде манағы транспорт дегеніміз, алтын дегеніміз, бұлар манағы долгосрочный проектлар. Себебі ол келешектің нәрсесі, үлкен бизнес көздері. Бізге тез табыс көзін әкелетін бизнес көздері қазіргі таңда айтып отырмын ғой, мана фондовый рынок, валютный рынок, криптовалютный рынок. Өткенде жабық кездесуде көрдіңіздер, біз қаншама компанияның мана акцияларын сатып алдық. Бірақ ол жерде айтылды, біз қазір пропи бонус бермейміз деді. Біз содан түскен манағы пайыздан қайттан біз оны қайта салу арқылы тағы қосымша нелер акциялар сатып алып отырмыз деді, көбейтіп. Щоб келешекте табыс көзін одан да көбейтіп, чтоб табыс көзін ұлғайту үшін. Себебі біздің қазіргі портфельдің 25% тез табыс көзін әкелетін бизнес көздеріне салынып жатыр. Біз бұған дейін келешектің, болашақтың манағы бизнес көздеріне салсақ, енді қазір тез арада табыс көзін әкелетін бизнес көздеріне салып жатыр. Соның бірі манағы юридический полис деп жатыр, югейн деп жатыр. Олардың бәрі интернет арқылы болғаннан кейін тезікті табыс көзін әкеледі. Және сонымен қатар бізде айтып отырық қой, финтех направление деп, манағы төлем жүйесі бар, блокчейн бар, биржа бар. Оның бәрі ертең күн сайын манағы сағат сайын жұмыс істеп отыратын бұлар бизнес көздері. Сондықтан айдың аяғында қанша табыс көзі қандай біз табыс объемын істедік, содан бізге пайыздық тұрғыда табыс көзі түсіп отыратын болады. Так, қазір біздің криптоют кабинетте сұраққа түсінбедім мына жерде. Так, биржа алдында бір тіркеліп едік, ол жайылып кетті ме? Енді бұл жерде Асхат өткенде айтылды ғой, компания біз алдында биржаға бірінші тіркелдік. Одан кейін біздің блокчейн кешікті. Ну, қазір біз блокчейн мен биржа қатар болғаннан кейін айтты. Өткендегі тіркелгендерді біз кедергі болмау үшін оларды аннулировать етсек та жаңадан бастап жатырық деп. Бұл жерде онда ешқандай ештеңе көріп тұрған жоқпын, қайтадан тіркеле саламыз. Бүгінгі тіркелгеніміз жойылды, я. Эльмира, кіруға мана айтып кетті мен. Біз мана блокчейнге өткенде бүкіл стейкинг бәрі қосылады. Тек қана манағы кіруді Word құруға айырбастау, бізде манағы USDU токені қол жетімді болғанша ол айырылып тұратын болады. Содан кейін бізге келешекте қосылады, сәл кешіп қосылады ол. Қалған функцияның бәрі қосылады.
Так, карточкаларда әртүрлі золотой, платиновый қай уақытқа дейін ала аламыз. Енді бұл жерде ертең март айынан бастап ашылады деді ғой. Одан кейін өзіңіздің қолыңыздағы, өзіңіздің активіңіздің көлеміне байланысты, соған байланысты ертең карта заказ бересіз. Рахмет, Оралбай. Так, сроктары бар ма дейді. Әрине, әр картаны алған кезде оның сроғы болады. Да. Биржаның сайты мана Unitech-ке кіріп былай көрулеріңізге болады. Сауданы көріп отыруларыңызға болады. Бірақ тіркелу кезінде сіздің өзіңіздің жоғарғы адамнан ссылканы күтуіңіз керек. Так, біз көпке созылып кеттік қой деймін, жаңа интернетке байланысты да. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Бәрі түсінікті ғой деп ойлаймын. Дүйсенәлі, жоқ, қай уақытқа дейін болады, түсінбедім мен сұрағыңды. Енді картаның мерзімі, сіздер қолдарыңыздағы банктың карталары бар ғой, олар неше 3 жылға дейін бере ме? Сондай болу керек шығар. Әрине, биржаға кірмей сауданы көріп отыра аласыз, Рената. Сіз мана Unitech Exchange деп Google-дан теріңізде биржаға қосылсаңыз, сіз мана сауданы көріп отыра аласыз. Мана сіз Coin Market Cap деп ашсаңыз, Coin Market Cap'тағы бүкіл мана криптовалюталардың саудасы жүріп жатқанын көріп отырасыз. Сол сияқты біздің биржаны сіз қосу арқылы көріп отыра аласыз. Сұрақтарыңыз біткен сияқты. Так, блокчейнге қашан тіркеп бастаймыз? Енді мына жерде Дәурен, компаниядан біз официальный жаңалық күтуіміз керек қой. Кеше Антоненко айтты ғой. Енді қазір біз блокчейнге кілтті қабылдауға қазір компания жібереді. Мана ол үшін жеке кабинетіңіз кіруға кіресіз, портфельге басқан кезде жасыл кнопка болады, кілтті қабылдау деген. Бірақ сол кілтке өтпей тұрып, сіз бірінші өзіңіздің криптоаймиян адресін жазып алуыңыз керек, 12 саннан тұратын. Содан кейін барып, мына жерде кабинетте инструкция бар, соны толықтай қарап, жазып, конспект істеп, әбден мұқият тыңдап алсаңыздар, өздеріңізге тиімді болады. Себебі бұл өте жауапты нәрсе. Ертең криптоинвестердің мана криптоаймияның кілтін егер де жазып үлгермей қалсаңыздар, толықтай манағы сандарды орнына қойғаннан кейін ол сізге көрінбейді ешқашан. Сондықтан мана жазып, суретке түсіріп, мана флешкаға жазып, білмеймін, қолыңыздан не келеді, соның бәрін қолданып жазып қойғандарыңыз дұрыс, көбейтіп. Ағамында оқылмай кеткен сұрақты айта салайын. Блокчейн кабинет ашпай-ақ дивиденд түсе бере ма дейді, әлде міндетті түрде блокчейн ашу керек па дейді. Сосын блокчейнға өткенде телефонмен өтсе қауіпті ма, қауіпсіз ба? Енді бұл жерде өткенде Антоненко тыңдадыңыз ғой, неге десеңіз, дұрысы қауіпсіз болу үшін қандай да бір арзан болса да ноутбук сатып алыңыздар деді. Оны тек қана бизнеске ғана қолданыңыздар деді. Себебі келешегі бұл өте үлкен болғаннан кейін сіздерде құнсыз болып тұр бұл. Енді қазір қараңыздар, биткоинді алсақ, қазір қаншама адамдар кезінде сол дұрыс мана құндылық қылмай, кілттерін жоғалтып алды, кіре алмай қалды. Қаншама биткоин, миллиондаған биткоин жатыр, қазір кілттер жоғалып қалған. Сондықтан қазірден бастап дұрыс қарауларыңыз керек, және блокчейнға өтпесеңіз, сізге мен ойлаймын, мана не лояльында түсіп тұрады деп. Бірақ бәрімізге блокчейнге өткен не үшін тиімді? Себебі біз толықтай блокчейнге өтуіміз керек. Блокчейн деген не береді бізге? Толықтай бізге ақпарат береді. Бұл жерде алдау, арбау деген жоқ. Бұл жерде бәрі бизнес көзі таза жүретін болғаннан кейін біз көшуіміз керек. Екінші, біз манағы ворд круға айырбастау бәрі неде блокчейнде болады. Оны стейкингке қойып, біз өзіміздің болашағымыздың келешегін ашуымыз керек қой. Coin Market Cap'қа біз шығамыз, бірақ ол үшін 3 ай көрсеткіш көрсету керек. Енді мына қараңыз, Coin Market Cap қазір үлкен уже деңгейдегі биржа. Ол қазір біз бірден шығып кіруді шығаратын болсақ, ол бірден алмайды. Сондықтан біз қазір неге өзіміздің биржамызды ашып отырық? Щоб біз көрсеткіш көрсетуіміз керек. Мана қазіргі товарлық айналымды көрсетуіміз керек. Сұранысты көрсетуіміз керек. Содан 3 айдан кейін бар біз еркін CoinCap'қа шыға аламыз.
Біздің мана уже токендарды біраз адам танысқаннан кейін, оның мана мүмкіндігін көргеннен кейін олар ертең бізді алады деп ойлаймын. Қуана алады. Блокчейнге өту үшін верификация міндетті түрде керек. Верификация өтпей сіз блокчейнге өте алмайсыз. Тек кабинетке қолданып жүрген ноутбук бола алмайды. Енді сіз қауіпсіздігіңізді өзіңіз білесіз ғой. Ол жерде көптеген манағы басқа бір сайттарға кірген болсаңыз, көптеген манағы ашылымдар болса, әрине кішкене қауіпсіздік жағынан ол мен айта алмаймын сізге. Сондықтан негізгі мен бәріңе беретін үлкен мана ұсынысым, бірден өздеріңізге осы бизнеске арналған бөлек манағы интернет құралын сатып алғаныңыз дұрыс болады. Ноутбукты тек қана өзіңіз қолдану, оны балаларда ойнамау керек, басқа сайтта ол жерде кірмеу керек, тек қана осы бизнеске ғана қолдануыңыз керек. Сонда ғана қауіпсіз болады. Әрине, аз акциясы барларда блокчейнға өту керек қой. Енді WordCrew-ға айырбастап, оны стейкингқа қою керек. Неге десеңіз, WordCrew деген ол келешекте сізге егерлікті беретін, дивиденд табыс көзін беретін WordCrew болғаннан кейін, біз неғұрлым тез арада блокчейнге өткеніміз дұрыс. Блокчейнге біз қазір күтеміз. Компания официально бізге ұсыныс береді. Мана кабинеттеріңізге криптоамиян кілті келді деп. Соны манаға генерация жасаңыздар деп. Бізде компания алдын ала жаңалықтарға айтып отыр ғой. Бізде айтпай ештеңе істелінбейді. Сондықтан асығыстық болмасын. Бәрі міндетті түрде өз әр нәрсе уақытымен келеді. Если верификациядан бұрын өтсеңіз, айтып тұрмын ғой, кабинет, ең басты кабинет верификацияда болу керек. Кейбіреулердікі бар ғой, верификациядан өтпеген. Соларға тез арада верификациядан өткізу керек блокчейнға өту үшін. Бұрын верификация кабинетіңіз істеліп тұрса, қайтадан өтпейсіз. Сізге уже сол крипто кабинетіңізге кілт келеді генерация жасауға. Сұрақтар қайталанып жатыр. Эльмира, бұрын кабинеттің верификациядан өткен болса керек емес. Сол верификация салған кабинетке ғана кілт келеді. Верификация салмаған кабинеттерге кілт келмейді, генерация жасайтын кілт. Кнопка келмейді. Так, мына жерде Дәурен жазыпты, элит клубқа $100 салғандар 1 жылдан кейін $100 салған. Жоқ, 1 жылдан кейін біз план бойынша осы жылдың аяғында элит клуб $10,000 деп болатын болып отыр. О кезде может $10,000 сіз свободын төлейтін шығарсыз. Сіздің ақшаңыздың қандай болатынын білмеймін ғой. Қолыңызда қандай актив бар екенін. 10,000-ды менсінбей қалуыңыз мүмкін. Қандай да бір бізде ұсыныстар шығатын болса, элит клубқа міндетті түрде төлейтін. Әрине сіз сатып аласыз. Сұрақтарды қайдан оқып отырсыз? Сұрақтарды чаттан оқып отырмын. Так, рахметтер айтылып жатыр. Сұрақ жоқ. Так, блокчейнге өту инструкциясы қазақша анық қағаз жүзінде беріңіздер, жақсы болар еді. Енді бұл жерде Рената, блокчейнге өтуді мен кеше өзім отырып қазақшаға аударып отырдым. Ол жерде блок өте көп. Там әрбір блок бөлек-бөлек алынған. Сондықтан кімде-кім қазақша жақсы білет, асықпай отырып инструкцияны қазақшаға аударып алуыңызға болады. Эльмира жазды, 50 цент қанша болады деп. Эльмира кеше түнде $4 көтерілген, сен 50 цент айтып отырсың. Жаңа ғана мен онлайн аштым ғой, биржаны 84 юнит болып тұр. 84 цент болып тұр кіру бағасы. Аға, көбісінің айтып жатқан дәл қазір біз сата аламыз ба дейді. Сата алмайды ғой ешкім, Біз блокчейн арқылы ғана қосыла аламыз ғой биржаға. Жоқ, ертең міне блокчейнге өтеміз ғой. Сосын основной биржа жұмыс істеп тұрғанда, уже биржадағы баға қандай болады? Соған байланыстырып, или биржадан сатуға болады. Болмаса, мана қандай да бір адаммен, мана биржадағы бағадан сәл төмен қылып, қызықтыру арқылы ма тікелей сатуға да болады. Әрине, ол кезде 50 цент мен ойлап тұрмын, свободно сата аласыз. Биржада одан жоғары болады деп ойлаймын. Дәл осы сатып атқан кімдер биржада? Биржада мен ойлаймын, қазір сатып жатқандар мана бізде өткенде тестовыйдан өтті ғой. И біздің руководительдер көбісі манаға тікелей кілт алды деп ойлаймын. Солар отыр деп. Сосын мана біздегі трейдерлер бар ғой жақсы.
осы біздің бизнесте келе жатқандар, солар бірінші шықты деп ойлаймын. Сосын қазіргі негізгі сатылым алып отқан сырттан келгендер сатып алып жатыр деп ойлаймын, бағаны көтеріп отырған. Себебі олар кірудың мүмкіндіктерін біледі. Енді қазір біз толықтай бәріміз блокчейнге өтеміз ғой. Сосын кімнің қолында көп, солар ертең биржаға шығып сатуға шыққан кезде кішкене, мен ойлаймын, бағаға просадка болады деп, кішкене төмен түседі. Неге десең, көбісі сразу сатуға тырысады да, может бағаны кішкене түсіруі мүмкін. Енді мен білмеймін, даже қандай 40-30-ға дейін түсуі мүмкін. Но алғашқы асығыстар сатып біткеннен кейін, уже бәрі реттелгеннен кейін баға жайлап қайттан көтерілімге кетеді. Жаңа чатта соңғы жаңалықта айтылды, 3-4 күн алғашында блокчейн ашылғанда кімдерге VIP төлегендерге мүмкіндік береді, қалғандары тегін 3-4 күннен кейін өтеді деп. Сондықтан асықпаңыздар алғашқы күндері. Бірінші бұл жерде асығыштық жоқ. Бірінші айтып отырмын ғой, бұл жерде ең бастысы қалай кілтті қабылдау керек, сол инструкцияны дұрыстап жаттап алыңыздар. Щоб қателіксіз, ертең ешқандай асығыссыз, кейін өкінбейтіндей болуларың үшін соны толықтай игеріп алып, сосын барып өтіңіздер. Бұл оңай нәрсе емес. Қалай болса солай істей салатын. Бұл ойлаңыз, келешектегі сіздің сейіптағы бірнеше миллиондаған ақшаның кілтін қазір сіз алып жатсыз. Ол бір-ақ рет беріледі, қайталанбайды. Сондықтан сондай тұрғыда алуларыңыз керек, оны жоғалтып алмайтындай қылып. Және оның кілтті, например, нету үшін дубликаттар істеп қойды, сол сияқты оны бірнеше жерге жазып, оны көбейтіп қойларыңыз керек. Ұмытып қалғанда или біреуін жоғалтып алған кезде сізде келесі жерде, бір қиын жерде сізде тағы қосымша жазып қойған мана криптокошелектің секретный кодтар жату керек. Сосын екінші, бана айтайын дегенім, VIP-клубқа дағыларға бірінші келеді дегені, компания білет қазір, ертең бәрі серверге наплыв болады, бәрі келіп кірген кезде. Сондықтан мана алғашқы VIP-клуб төлегендерге береді, одан кейін VIP-клуб төлемегендерге береді. Щоб мана қатты адамдар көп тіркелім мана неге серверге нагрузка болмау үшін. Бұл да мен ойлаймын дұрыс шешім деп, потому что компания уже осы аралықта біраз тоже тәжірибе жинап алды ғой. Бірінші этаптамыз біз қазір. Компания өзі айтады, екінші этапқа. Бізде бәрін компания өзі айтып отырады. Бізде аяқ астынан ештеңе болмайды. Аяулым VIP-клуб төлеген күннің бүгін соңғы күні. Блокчейннің бірінші болып келеме дейді. Енді аяулым айта алмаймын мен. Может, саған да сразу жіберілетін шығар, может, кешігіп келетін шығар. Енді айтып отырмын ғой, асығыс жоқ бұл жерде деп. Гравюрамен де жазып қойған дұрыс, бірақ жақсы жерге тығып қойыңыз керек оны. Ешкімнің қолы жетпейтіндей. Әрине, биржада тек қана босалған кіру ғана сатылынады. Өзі сөз айтып тұр ғой, босатылған деп. Босатылмаған сіз қалай сатасыз? Тек қана босатылған сатылады. Бостандыққа шыққан десеңші. Босатылған деген сөз уже еркіндікке шыққан деген сөз. Не істесеңіз де өзіңіз білесіз. Сатасыз ба, стейкингке қоясыз ба, кіруға, или ойынтыбға қоясыз ба, немесе біреуге сыйға бере саласыз ба. Енді толықтай сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Сондықтан мен сіздерге менен өтініш, келешекте мен барлықтарыңызға өтініш, енді ойынатын кез келді. Қазір үлкен жаңалықтар келіп жатыр. Қазір біздің қолымыздағы активтар күшіне еніп, енді күшейіп, заңдастырылып, енді келешекте бізге үлкен табыс көздерін әкелейін деп тұр. Біртіндеп әкеле береді. Айтып отырмын ғой, март айында бізге 2 жыл болады. Үлкен бизнес үшін 2 жыл деген ол ешқандай срок емес. Сондықтан сіздер бизнесмен ретінде қараңыздар. Сіздерде қандай бір бизнес көзін ашатын болсаңыздар, сіз 2-3 жыл табыс көзін көре алмайсыз. Пока өзіңіздің бүкіл соған кеткен ақшаңыз шығармай. Сондықтан бұл бизнесте солай. Бізде зато біздің портфельде қандай бизнес көздері бар. Келешекте сұраныста болады. Келешекте бүкіл осы біздің негізгі портфеліміздің қарап отырсаңыздар, 50%-ға жақыны әлемде істелінбеген бизнес көздерін істеп жатырмыз. Бұған дейін ешкім істемеген. Міне даже біздің осы қазіргі істеп жатқан бизнесіміздің өзі бізге тікелей егерлік беріп отыр. Келешекте біз қандай бизнес көзі бар, соның бәріне егер болып отыр. Ондай қай жерде сіз қазір осы жерден қазір шығыңыз, қанша ұсыныс бизнестер деп жатыр, оның бәрі ақша табуға. Но бірақ мен білем, келешекте осы біз бастадық па, келешектегі енді ашылған бизнес көздерінің бәрі біз сияқты ертең
бизнес ұсынатын болса, сіздерге егерлікті де ұсынатын болады. Енді қазір бизнес моделі өзгереді. Себебі бізден кейін мен білем бірнеше компания шықты, сол бізді қайталап олар да крауд инвестингқа кіріп жатыр. Соның бірі мен айтатын манағы суши мастер да. Ол да қазір өздеріне манағы акционерлер алып жатыр, егерлік беріп жатыр. Одан кейін өткенде тағы бір не шықты, тоже Швейцарияда тіркелген, так, как ACO ма, ACO. Тоже оларда манағы егерлік ұсынып жатыр. Но оларда как брокерский компания, бірақ кіргендерге сол жүйенің егері қылып жатыр. Енді сондықтан келешекте бұндай бизнес көздері көп болады. Бәрі егерлік ұсынатын болады. Сондықтан біз былай қарасақ, бүкіл әлем бойынша біз алда келе жатыр. Біздің бизнес көздерін, өздеріңіз көрдіңіз, портфельде жоқ емес бизнес көздерін. Және біздің бизнес көзі тоқтамайды. Біздің портфель әрқашанда өсу үстінде болады. Қазір бізден мына WordCrow сатудан түскен ақшаның 50% бізге активтер сатып алуға кетеді. Бізде үлкен департамент отыр, инвестиционный департамент. Олар бүкіл рынок бойынша зерттеп, болашақ инновациялық келешекте сұраныста болатын рыноктың әлі ешқандай рынокты алмаған бизнес көздерін алып отырық. Соның ішінде біз базальт алатын болсақ, например, базальт біздің келешекте болашағы өте үлкен. Өте үлкен. Ол даже мына келешекте осы қандай да әлем бойынша металлургия қазіргі таңдағы соны рыноктан жылжытуы мүмкін. Бұл үлкен жоба, оны если түсіне білсеңіздер. $35 билет алдым, онда подарок бола ма? Енді Эльмира подарок жағын білмеймін, бірақ сіз өзің үшін алдыңыз ғой. Сізге қызық деп ойлаймын, например, бұл деген тарихи не ғой? 2 жыл болған біз тойлаймыз. Сондықтан әркім өз үшін алу керек. Бұл жерде айтып отырмын, сіз өзіңіздің бизнесіңіз болғаннан кейін, сіз өзіңіздің бизнесіңізде көтермелеп отыруыңыз керек ақша салу арқылы. Мен де алып қойдым билетті. Дұрыс дегенсің, $35 алып қойдың, қазір өте арзан алып қойдың. Ертең асықпай отырып, соны көресің. Ол жерде де манағы 2 жыл болғанда қандай шаруа істелді, қандай бизнес көздері ашылды, қандай салым істелді, ол жерде толықтай манағы есеп болады. Соның бәрін тыңдайсыз. Болашақта қандай біздің жоспарымыз бар, ол да айтылады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде сіз осы бизнестің егері болғаннан кейін, осы компанияда қандай өзгеріс, қандай жағдай бар, сіз соның бәрінде болуыңызға міндеттісіз. Неге десеңіз, бұл өзіңіздің бизнесіңіз. Рахмет, Меруерт. Енді біраз сұрақтарға мен жауап бердім. Әрі интернетке байланысты біз кішкене кешігіп қалдық, сондықтан аяқтайық деп ойлаймын. Барлықтарыңызға мен айтар ұсынысым, қатты асығыс болмасын. Неге десеңіз, биржа ашылды уже. Қазір крипто әмиянға кілт келеді, соны мұқият ашуға дайын болыңыздар. Сол кілт келгенше сіздерде қазір уақыт бар, осы нені қалай 12 құпия сөзді қалай қабылдау керек, соның бәрі туралы жақсылап біліп алыңыздар. Өздеріңіз үшін жақсы болады. Екінші, мен сіздерге айтарым, мен өз басым айтар едім, пока әлемдік деңгейде біздің бизнесті жасап жатқан бірде-бір компания әлі жоқ. Неге десеңіз, бізде қандай бизнес көздері бар? Бізде традиционный бизнес көздері де бар. Бізде тез ақша келетін фондовый валютный, как брокерский контора бар ғой, сіздерге, например, толып жатыр ғой қазір. Сіздерге айтатын, бізге ақша салсаңыз, доверительный компания, сіздерге табыс көзін береміз деп. Сол сияқты бізде ол жақ направление бар. Бізде криптоэкономика направлениесі бар. Бізде финансовый направление бар. Бүкіл бағыттағы бизнестің көздерінің бәрі бар. И сіздер соның бәрінің егерісіздер келешекте. Бір 3-4 жылдан кейін өздеріңіз ойлаңыздар, біздің портфельдегі 80% бизнес көздері табыс көзіне шыққанда, сізде қандай табыс көзі болатынына. Соны көздеріңіз жеткізе біліңіздер, болашақты болжай біліңіздер. Әрине, бірінші номер болуы мүмкін. Айтып отырық қой, біз транспортты айтамыз, например, транспорт келешекте бізде 500 триллион рынок тұр деп айтамыз. Біз базальтты алсақ, 1000 триллионный рынок тұр бізде. Сондықтан бізде транспортта біз 20% көрсек, базальтта біз 50% көре аламыз. Біз 50% егеріміз. Сондықтан оның жобасы бұл жоба өте үлкен жоба. Сонымен қатар бізде Урал золоты да, алмазда бізде ол да үлкен жоба.
Сондықтан барлықтарыңызға мен айтарым, білімді инвестор болыңыздар, өздеріңіздің осы бизнес саласындағы бүкіл бизнес жүйесін толықтай меңгеріңіздер. Сіздер толықтай портфельдегі бүкіл бизнес көздерін білуіңіз керек. Қалай дамып жатқан, қалай өсіп жатқан, сонымен бірге сіздердің ақшаларыңыз да өсіп жатыр. Қазір өздеріңіз ойлап көріңіздерші, вот сіздер бірінші этапта кім криптоинвест сатып алды, кеше биржада, например, криптоинвесттің бағасы $1 болды. Енді сол қолыңыздағыны $1 көбейтіп көрсеңіздер, арамызда миллионер деп отыр ғой қазір. Активінің құны миллионнан асып кеткен адамдар отыр арамызда. Сондықтан ертең одан да баға өсіп жатса, әрине, сіздер барлықтарыңызда болашақ миллионерсіздер. Сондықтан миллионер болғаннан кейін осы бизнеске миллионерлік көзқараспен қарауларыңыз керек. Уже бұрынғы санадан арыларыңыз керек. Кәдімгі тұрақты инвестор, бизнесмен ретінде қолдарыңызда осы мүмкіндікті толықтай бағалай білулеріңіз керек. Сонда ғана сіздер үлкен өсу үстінде боласыздар. И келешекте өздеріңіз қолыңыздағы активті игеріп, болашақ ұрпақтарыңызға толықтай активтеріңізбен бірге білімдеріңізді де беріп кететін боласыздар. Сондықтан бұл жердегі ең басты мәселе сіздердің білімділіктеріңіз. Егер сізде финанстық білім болса, ешқашан сіздер кедей болмайсыздар. Сондықтан осыған көп көңіл бөліңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет. Енді алда өте үлкен жаңалықтар күтіп отыр бізді. Сондықтан соған барлықтарыңыз дайын болыңыздар. Көп кешікпей биржаға да шығамыз. Кімнің қолында босаған токендер бар, ертең сатып ақшаға да айналдырылады. Сол күн азғантай уақыт қалды. Сондықтан барлықтарыңызды құттықтаймын. Келешекте кездескенше аман сау болыңыздар. Көп рахмет сіздерге. Жақсы, көп рахмет Бәке. Аха, сау болыңыздар. Кешірім өтінем, кішкене интернеттің ақаулығына. Мгм. Жақсы.